Шелзи МКПден неге кетті? Ол қайтып оралу үшін не істеуіміз керек? Бүгінгі видеода қарайтын боламыз. Де қояды дейма? Бәріне сәлем аюларым. Бүгінгі видеода біз Шелзиді оралу үшін өте көптеген фактілер мен Шелзиға арналған сөздерді айтып жүрегіне батырып прям МКПге келетіндей сөздерді айтып тастаймын деген ойдамын. Ал біз видеоға кеттік аюларым. Шелзи дегенде есімізге бірден түсетіні. Оның өте қызық әрі шытырманға толы Бомждың өмірі атты сериалы. Ол сериалмен ол көптеген трендтерге шығып, видеолар 10 мың, 30 мың, тіпті 100 мыңға дейін жиналған кездері болып жатты. Қанағат деген зат болушы еді ғой. Сол Шелзи қанағаттанбай, яғни Free Fire каналын просто прикол үшін ашқан болатын. Сол Free Fire каналы бір айдың ішінде 70 мың подписчик жинаған болатын. Ол Free Fire мен Майнкрафтты бірге алып жүрем деп ойлады. Ал соңында не болды? Мінекей, осындай жағдай. Майнкрафтты ешкімге ештеңе демей тастап кете салды. Ал оның группасына көз жүгіртетін болсақ, бір жылда Майнкрафттан 40 мың подписчик, бір айда Free Fire'дан 70 мың подписчик деген пост салған болатын. Бұл пост жайдан жай болғаны емес. Себебі ол бізге хотя бы намекпен болса да кететінін хабарлап кеткісі келген. Ал енді ол келу үшін не істеуіміз керек? Жалғастырайық. Оның келуі екі талай десек те болады. Ал бірақ оның келуіне кішкене 1%-дай үміт бар. Себебі Құдай қаласа алла бұйыртса, МКПе де дәл Free Fire сияқты, тіпті одан да көп танымал болып, легенда ойындардың арасына қайтадан оралады. Оған мен 100% сенімдімін, және де осыны мен нақты айта аламын. МКПені біз, яғни қазақ МКПшілері дамытамыз. Сол кезде актив көтеріледі. Сол кезде МКПнің активі көтерілген кезде Шелзи қайтып келуі мүмкін. Міне, менің сенетін 1%-ім осы. Бұдан басқа бізде шанс никак жоқ. МКПні көтерек. Ал егер сен МКПні көтергің хотя 1% үлесін қосқың келсе, осы видеоға лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті басуды ұмытпа. Шелзи, егер де МКПде актив ауф болатса, Шелзи міндетті түрде оралады. Себебі оған контент керек. Free Fire'дың активі түсіп кетсе, одан жақсы контент шықпайды. Оны көруді адамдар тоқтатады. Сондықтан Шелзи оралады. Ал егер МКПде хейтерлер көбейіп, сондай жаман заттар көбейіп кетсе, МКП әрине дамымай қалады өкінішке орай. Бірақ ондайлар мүмкін болмайды. Барымызша бір көмектесе аламыз, мысалы. МКПнің дамуына біз, мысалы, сен осы видеоны көріп жатсаң, МКПнің дамуының хотя бы 1% қосыласың. Лайкты бас, комментария жаз, подписаться ет. Егер де 1% емес, одан да көп жинағың келсе, басқа қазақ МКПшілеріне де барда, лайк бас, подписаться ет, комментария жаз. Егер қатты жаның ашса, барлық МКПшілерге сөйт. Себебі МКПшілердің бәрі бостан-босқа видео түсірмейді ғой, мысалы, МКПшілердің бәрі, мысалы, осы видеоны көріп отқан сен, мысалы, көрермендерім менің, аюларым. Яғни көрермендерге арнап, өзінің жан тәнін салып, видеоны монтаждап, сөздерін дайындап, көптеген уақыттарын құртады, көптеген ақшасын құртады. Ақшаны бекерден бекер құртпайды ғой, дұрыс па? Сендерді қуантқысы келеді МКПшілер. МКПні дамытқысы келеді. Міне барлық себеп. Ал МКПдің желаниясы кету деген, ол хейтерлер көбею. Мысалы, осы менде де мысалы хейтерлер бар, оны мойындаймын. Танымалдылық емес енді. Канал бар жерде хейтер бар. Хейтерсіз канал болмайды, бірақ сонда да азайтуымыз керек. Мысалы, сен дианонер болсаң, соқандай хейтерлерге дианон жасап тасаң болады.
или білмеймін. Короче, ну типа солай. Қолымнан қандай көмек келеді, солай. Бірақ көмек көрсетпегенге кез келген біреуге барып жанын жасап тастауға да болмайды. Себебі ол әділетсіз, дұрыс па? Так, біз тақырыптан ауытқымайық. Шелзи. Короче, білмеймін, короче. Бұны вряд ли Шелзи көреді. Ал егер осы видеоны Шелзи көрсін десең, лайк басып кет, подписаться ет. Міне менің екі, короче, қызық видеом. Ал мынау менің каналым. Осы екі видеоны көріп, каналыма подписаться етіп кет. Шелзи осы видеоны көргенін қалаймын. Себебі мен Шелзиді оралдырғым келеді. Ал келесі видеоны көт, давай, короче. Сендермен бірге болған мен Ако амандықта сол.